Ассалаумағалейкум. Біз алдыңғы сабақтарды жалғастыратын боламыз, яғни арест шешу сабағы. Біз бұл жерде частный судебный исполнительға арыз жазған болатынбыз, атқарушылық жазбаны жіберуіңізді сұраймыз деп. Енді мінекей бізде почтамызға кіретін болсақ, сол сот орындаушысынан бізге атқарушылық жазба, орысшасы исполнительный надпись дейді. Сол осындай документ күйінде келеді. Сол документтің ішін ашамыз. Осы жерден бізге керекті мәліметтерді алып, енді нотариусқа қарсылық жазатын боламыз. Мінекей бізде осы жерде нотариустың аты жөні көрініп тұр. Осы нотариусты біз Google-ге жазатын болсақ, осы нотариустың бүкіл почтасын, телефон номерін, адресін барлығын бізге шығарып береді. Мінекей Google-ға кіреміз. Осы жерге Google-да Ctrl ставить, яғни аты жөнін қоямыз және поиск деп басамыз. Мінекей enis.kz сайтынан осылай бізге нотариустың толық мәліметтерін беретін болады. Енді осы жерде тұрған нотариустың почтасына біз енді арыз жазамыз. Енді бізге мынадай дайын шаблон бар. Осы шаблоннан біз тек нотариустың аты жөнін және өзіміздің аты жөндерімізді өзгертеміз. Мінекей жоғары жағында осы нотариустың аты жөнін өзгертетін боламыз. Енді нотариустың мекен-жайын Google поисковикке іздеген жердегі мекен-жай бойынша өзгертетін боламыз. Осы жердегі адресті толық көшіріп алып, шаблондағы адресті осы бойынша өзгертеміз. Электронды почтасын өзгертеміз. Телефон номерін өзгертеміз. Өз мекен-жайыңызды осы шаблон бойынша дұрыстап шығасыз, және төменгі жағында тек мына числоны өзгертеміз. Оны біз исполнительный надписінің оң жақ бұрышында жазылып тұрады. Соны өзгертетін боламыз, және микроқаржы ұйымының атын өзгертетін боламыз, және толық сумманы өзгертеміз. Міне бізде 11 тамыз 2022 жыл деп жазылып тұр. Енді общий сумманы қайдан көреміз? Оны біз жаңа исполнительный надписте жазылып тұрады. Яғни қанша қарызбыз, соны жазатын боламыз. Мінекей бізде 129.720 теңге деп тұр. Осыны көшіріп, сол жерге цифр түрінде және жазбаша түрде де жазуымыз керек. Енді мына жердегі микроқаржы ұйымын өзгертетін боламыз. Ол үшін реестр должниковтан или исполнительный надпистен көріп алуға болады. Енді микроқаржы ұйымын осы реестр должниковтан иінді жазып тексерген кезде көруге болады. Міне коллекторское агентство эксперт плюс деп тұр. Осыны көшіріп алып, өзіміздің шаблонымызға қоятын боламыз. Осылай өзгертіп болғаннан кейін, тура осы шаблонның ең төменгі жағында осы бір абзацқа ұқсайтын жер бар. Сол жерде ғана өзгерістер жасаймыз. Яғни тура осыны көшіріп алып барып қойсақ та болады. Күнін және өндіріп алушы компанияның аты жөнін және қарыз суммасын толыққанды жазамыз. Мінекей қарызды көшіріп алдық. Енді соны төменгі жағында өзгертетін боламыз. Міне осы бір деген жердегіні ғана өзгертеміз, қалған барлық қалады. Мына жерде числосын өзгертуіміз керек, микроқаржы ұйымын өзгертуіміз керек, және төменгі жағындағы қарыз суммасын толыққанды өзгертуіміз керек. Және 2 деген бөлімде көріп тұрғандарыңыздай бізде
электронды почта мен телефон номері тұрады, соларды өзгертеміз. Және осы файлды PDF-ке айналдырып, оған қол қойып, және оны біз жеке куәлікпен бірге PDF күйінде нотариусқа жіберетін боламыз. Мінекей төменгі жағында электрон почтасын, телефон номерін және қол қоятын жерлері тұрады. Енді біздің документіміздің жоғарғы жағында бізде нотариустың қай қаладан екені қате жазылып қалыпты, Ленгір қаласы деп, біз енді соны түзететін боламыз. Документке толық қараймыз, барлығын дұрыстап барып, оған қол қоятын боламыз. Енді біз бұны PDF-ке айналдырамыз. Документімізді тауып алып, мінекей тура осы сайтпен көріп алсаңыздар болады, конвертация PDF дейміз. Және бұның PDF форматын осы өтінішті жазып жатқан, қарсылықты жазып жатқан адам қол қою керек. Бұны біз WhatsApp арқылы сол адамға жібереміз. Және ол өз қолын қойып бізге қайтадан сол документті бізге жібереді. Мінекей осыны біз осылай жібердік. Енді осы жерде бірден көрсетіп кете сайын, олар маған дайын күйін қайтадан жіберді. Мінекей қайтадан келді, міне нотариусқа қарсылық 2 деп. Енді біз оны өзімізге жүктеп аламыз. Енді біз бұны жаңағы нотариусқа қарсылық жазушы адамның удостоверениесімен бірге біріктіріп жіберетін боламыз. Мінекей мынаны ашып қарайтын болсақ, тексеріп аламыз, төменгі жағында қолы бар ма, жоқ па, толыққанды барлығын қарап аламыз. Енді жаңағы көріп болғаннан кейін жаңағы сайтқа кіріп қайтадан міне объединить PDF дейміз да. Жаңағы PDF пен PDF күйінде тұрған удостоверение личности біз, яғни Каспийден де алуға болады, оны сол екеуін біріктіретін боламыз. Міне енді біріктірілген документіміз дайын. Енді біз электронный почтаға кіріп, написать письмо деп, жаңағы нотариустың электронный почтасына осы документті тіркеп жіберетін боламыз. Мінекей почта жазатын адреске почтасын жаздық, және менің өтінішімді қарауды сұраймын жеке куәлікпен бірге деп, жаңағы документті прикрепить етіп жібереміз. Мінекей ол біздің документіміз, толық бір қарап шығуға болады. Төмен қарай түссек, мінекей, ал төменгі жағында бізде удостоверениенің суреті тұр. Жақсы, енді осыны отправить дейміз. Енді бұдан кейін нотариус енді бұны 3 жұмыс күнінің ішінде өзі қарап бізге жауабын беретін болады. Ол процесті де мен осы жерде толық көрсетіп өте саламын. Бұлардың барлығы бізде дайын видео, осыған мен запись жасап жатырмын дәл қазір. Мінекей жіберілді. Мінекей мына жерде келген жерден қарасаңыздар болады, міне 3 рабочий күнде деп тұр. Енді біз ол кісіден ответ күттік, 3 күннің ішінде келді. Мінекей сол құжат, осы құжаттың ішін ашып қарап, толық оқып шығуларыңызға болады. Яғни арест шешуге байланысты шешімін шығарған. Осыны біз енді өзімізге жүктеп алып, жаңағы біздің частный судебный исполнительдің почтасына жіберетін боламыз. Ұмытып қалсаңыздар, міне реестр должниковтан көруге болады почтасын. Сол почтаға кіріп, осы құжатты жібереміз. Одан кейін сол күннің ішінде, жұмыс күні болатын болса, олар сіздің арестіңізді шешіп беретін болады сол күні. Одан кейін әрі қарай сол қарыздарыңызға сіздер график қоюларыңызға болады. Оған да мен алдағы уақытта видео түсіретін боламын. Сіздер қолдап, лайк басып отырсаңыздар, міндетті түрде алдағы уақытта шығатын болады. Мінекей біз жаңа құжатпен бірге удостоверение личности де бірге тіркеп жібереміз. Және жоғары жағына жазған кезде менің арестімді шешіп беруіңізді сұраймын деп тақырыбын қоятын боламыз. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса комментарийға қойыңыздар. Барынша жауап беруге тырысамын. Және де жаңағы шаблондарды алғыларыңыз келсе, төменге сілтеме қалдыратын боламын. Сол сілтемеге кірсеңіздер, міндетті түрде беретін боламын. Әрине, бұл шаблондар тегін берілмейді, өзінің ақысы бар, бірақ қатты қымбат емес.
бағасын білу үшін сілтемеге басыңыз, төмендегі сол жерден сұрасаңыз болады. Болмаса жаңағы видеодағы шаблонға қарап жасасаңыздар да болады.